Балалар, бүгін сабағым 87-ші сабақ, зат есім дейді. Зат есімдерді тауып сұрақтар қоюды үйренемін дейді. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын дейді. 10-шы атты өлеңді түсініп оқы дейді. Шағала көлін қорғайды, шопан төлін қорғайды, егінші жерін қорғайды, батыр елін қорғайды. Өлең мазмұны бойынша сұрақтар қой және жауап бер дейді. Қарамен жазған сөздерге сұрақ қой дейді. Қарап тұрсақ, мына 10-шы атты шағала нені қорғайды? Көлін қорғайды. Шопан нені қорғайды? Төлін қорғайды. Егінші нені қорғайды? Жерін қорғайды. Батыр нені қорғайды? Елін қорғайды дейсіп, сұрақ қойып жауап берткенбіз. Енді қарамен жазылған сөздер: шағала не, шопан кім, егінші кім, батыр кім деп сұрақ қояткенбіз. Адамға қатысты сөздер: кім, кімдер, заттар мен жануарларға не, нелер деген сұрақтар қойылады дейді. Енді 11-ші атты кестені толтыр дейді. Алмалы қалалар, қариялар, бала, ойыншықтар, сәби, мұғалімдер дейді. Кім деген сұраққа бала, сәби болады екен. Не? Алмалы, кімдер? Қариялар, мұғалімдер. Нелер? Қалалар, ойыншықтар деген міне істеп жазылады екен. Сұрақ қойып міне астарына қойып шықтық. Біздерге 12-ші атты өлеңді рөлге бөліп оқыңдар дейді. Өмірде ата кім мықты? Айтқан адам шындықты. Қасиет неден адамдық? Ізет мейірім адалдық. Өмірде не ең жаман? Сақтай алмау елді аман дейді. Зат есімдерді тауып, оларға сұрақ қойды. Ата. Мына жерде ата дейміз, ата. Ата деген сөз, кім ата? Сосын бізде бұл жерде зат есіміз. Бұл жерде өмір, не, ел, не. Осылар естіп сұрақ қойылады екен, бізде зат есімдеріміз. 13-ші аттығы ойлан тап дейді. Саған кім болады? Әкеңнің әкесі ата болады екен. Әкеңнің анасы әже. Ананың әкесі ата, ананың анасы әже. Өзінен кіші қыз болса, қарындас болады. Өзінен кіші ұл болса, іні болады екен. Тапқан сөздің зат есім екендігін дәлелдей дейді. Ата, кім ата? Әже, ата, қарындас, іні. Балалар, жаңа қараңыздар, ереже бойынша адам қатысты сөздер кім, кімдер деген сұрақ қойылады екен, міне зат есімдерде. Ал жануарларға қатысты сөздер не, нелер деген сұрақ қойылады екен. Бұл адам қатысты болып тұр, кім? Ата, кім? Әже, қарындас, міне. Міне, көрдіңіздер ма? Қарындас, іні, осылар зат есім екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.